Мен үшін Қазақстан бәрінен ыстық. Осылай деген Германияда тұратын қазақстандық немістер туған жерлеріне дұғай сәлем жолдады. Ұлттық тағамдар, қазақтың ән биі, ою өрнекті шапан камзолы Алманияда өткен аймақтық көрмерекеде жұрт назарына ұсынылды. Іс-шараға барып қайтқан меншікті тілшіміз Ердана Ержанұлы баяндайды. Германияның орталығында осы бір алақандай ауылда дайындалған қуырдақтың иісі мұрныңызға осы жерге дейін жетеді. Қазақша итасылады дегенде біз бір таң қалдық, бірақ сол дастарханда жаятын немістер дегенде бармасқа болмайтынын түсіндік. Бұл Баден-Вюртемберг жеріндегі Залах ауылы. Осы елді мекен қарайтын Гёпинген ауданында көше мерекесі тойланады. Өңірдегі барлық белсенді қауымдастықтар қолында бардың ең жақсысын орталық көшеге алып шығады. Біздің көзіміз бірден қазақстандық немістердің шатырына түсті. Мен үшін бауырсақтан оңай тағам жоқ. Он, сүт, тұз, ашытқы, қант қосамыз, туған жерімізге деген сағынышты да қосамыз. Солтүстік Қазақстандағы Новоникольск ауылында туғам. Көшіп келгенімізге біраз болса да, ет, бауырсақ дастарханнан үзілмейді. Біз міне қазақша ет асып, осында әкеліп, жаймасымен қонақтарға ұсынып жатырмыз. Бір сағаттың ішінде 50 тәрелкедей тараттым. Мына жақта баршамыз сүйіп жейтін кәуіп та бар. Мынау палау істедім, мына 8 кило. 8 кило ет, 8 кило күріш, 8 кило пияз, 5 кило пияз. Одан 8 кило морковь. Жамбульский. Жамбул десен, мен көңілім. Көңілі босағандар қатарында ұлттық киімімізді киіп көріп жатқан отандастарымыз да болды. Олардың көбі осы жаққа қазақша дастархан жайылады деп арнайы келген. Мен үшін Қазақстаннан жақын, Қазақстаннан ыстық отан жоқ. Қазақ халқы кезінде бізді паналатып, қабылдап, бір үзім нанын бөліп берді. Тату-тәтті өмір сүргеніміз үшін алғыс айтамын. Қазақстанда аяқтанып, үлкен өмірге қадам бастық. Бұл жыл сайын өтетін мереке. Биылда дәстүрден жаңылмай қазақстандық немістер қазақ мәдениетін барынша дәріптеп жатыр. Осында қазан деген белсенді ұйымымыз бар. Қазақша ән қойып, бірнеше шатыр тігіп, кең даламызды еске алып, барынша ауқымды етіп ұйымдастырыпты. Дәмнен ауыз тигендер арасында Германия азаматтары мен туристер де көп болды. Дені бірнеше тәрелкеден тапсырыс беріп жатты. Тамақ расымен дәмді болды. Ет пен кәуапты қатты ұнаттым. Екінші тәрелкесін жеп отырмын. Біраздан соң үшінші тәрелкеге баратын сияқтымын. Кең пейіл, отанға деген ортақ сағыныш, атамекеннің дәмін қайта татқандағы қуаныш қазақтың тойын еске салатындай. Бақыт құшағында жерлестеріміз бізді де биге тартып әкетті. Күн язда батан десе де Германиядағы мына бір тойдың аяқталатын түрі жоқ сияқты. Өшіп қалсамда Германияда шудың бойына билеп жүріп деп ойламас едім. Ердана Ержанұлы, Павел Роман, 24 KZ, Залақтан.